Баршаңызға сәлем. Бүгінгі пайдалы ақпаратымыздың тақырыбы қара зере майы. Тағам дайындауда да, түрлі ауруларды емдеуде де кеңінен қолданылатын пайдалы өнімдердің бірі қара зере майы туралы толық түсінік беріп, оның пайдасы мен зияны жайлы мәлімет ұсынатын боламын. Сондықтан пайдалы әрі маңызды ақпаратты жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Қара зере тұқымы хош иісті дәмдеуіш ретінде тағам дайындауда кеңінен қолданылады, бірақ бұл оның барлық қасиеті емес. Осы кішкентай тұқымдардан қара зере майы деген өте пайдалы қасиеттері бар тамаша өнім шығарылады. Қара зере майының пайдасы. Шығыс емшілері қара зере майын мыңдаған жылдар бойы қолданып келеді, ал жақында заманауи ғалымдар да оның құндылығын мойындады. Көптеген зерттеулер барысында осы өнімнің ағзаға әсер ете алатын және көптеген ауруларды емдеуге көмектесетін бірегей химиялық құрамы бар екені анықталды. Қара зере майында жүздеген белсенді зат бар. Оған көп қанықпаған май қышқылдары, амин қышқылдары, фитостеролдар, эфир майлары, сапониндер, тимохинон, нигилон, бета-сестеролы секілді органикалық қышқылдар жатады. Бұл өнім кальций, фосфор, мыс, селен, мырыш, темір, А, С, Е, Б дәрумені мен басқа да көптеген бағалы компоненттерге және микроэлементтер мен витаминдерге бай. Қара зере майы әртүрлі және бай құрамының арқасында мынадай әсерге ие. Иммун түрлендіргіш, қабынуға қарсы, бактерия жойғыштық, аллергияға қарсы, қызуды түсіретін, ауруды басатын, қақырық түсіретін, несеп айдататын, тыныштандыратын, өт айдататын, тырыспа жоюшы. Пайдасы мен зияны ұзақ уақыт бойы қолданылуымен расталған қара зере тұқымынан алынатын май бүгінгі таңда да кеңінен қолданылады. Бұл асқазан ішек жолдарының жұмысына жақсы әсер етеді. Оны қалыпты тұтынушы шамадан тыс газ жиналу сияқты жағымсыз әсерді шешуге көмектеседі. Қара зере майын әртүрлі ауруларды емдеуде қалай қолданылады? Иммундық жүйені нығайту және әл-ауқатты жақсарту үшін күніне жарты шай қасық қара зере майына бал қосып қолданса да жеткілікті болады. Қақырықты түсіру үшін лимоннан бір шай қасық шырын сығып, оған 10 тамшы зере майын қосыңыз. Бұл құрамды күніне 3 рет тамақтану алдында аз уақыт бұрын ішу керек. Құлақ аурулары кезінде ауырсынуды және қабынуды жеңілдету үшін 1 тамшы зере майын ауырған құлаққа тамызу ұсынылады. Диарея кезінде, яғни іш ету кезінде 1 стакан табиғи йогуртке 1 ас қасық зере майын қосыңыз. Дайын болған қоспаның жартысын таңертең, ал қалғанын кешке жеңіз. Бұл емдік курс 3 күнге жалғасады. Асқазан жарасы кезінде 1 стакан қайнаған суға ас қасық зығыр тұқымын қосып, зығыр тұқымының қайнатпасын дайындаңыз. Содан кейін тең мөлшерде оны зере майымен біріктіріңіз. Және бұл өнімді таңғы ас және кешкі ас алдында шай қасықтан қолданыңыз. Қан қысымы жоғары болған кезде, бұл жағдайда түймедақ немесе қарапайым шайға 5 тамшы май қосып шай ішкен пайдалы. Бұған қоса денені зәйтүн және зере майы қосылған сұйықтықпен уқалап шығу ұсынылады. Айтпақшы, зере майы қосылған бұл шайды күніне 3 рет іше отырып, мидың жұмысын жақсартуға және кешкі астың алдында қолдану арқылы ұйқысыздықтан құтылуға да болады. Тұмау кезінде мақтадан кішкентай тампондар жасап, оларды майға салыңыз. Содан май сіңген тампондарды мұрынға қойып, 20 минутқа қалдырыңыз. Қара зере майының косметикада қолданылуы. Майлы тері үшін жүзім сүйегінің майы мен қара зерені тең мөлшерде біріктіріңіз. Содан кейін бетіңізді тазартып, бет терісін дайын қоспамен майлаңыз да жарты сағаттан кейін жуып тастаңыз. Сонымен қатар балшыққа қосып маска жасауда жақсы нәтиже береді. Бұл маска өте оңай дайындалады.
Ол үшін балшықты суға араластырып, алынған құрамға бірнеше тамшы зере майын қосыңыз. Бұл масканы бетте 15 минут ұстау керек. Құрғақ тері үшін бір ас қасықтан зере майы мен даршын ұнтағын алыңыз да, оны 3 ас қасық қаймаққа қосып араластырыңыз. Дайын болған қоспаны бетке жағып, шамамен 10 минут ұстаңыз да, содан кейін оны майлықпен сүртіп тастаңыз. Безеу болса, 1 ас қасық зере майына 8 тамшы лаванда майы және 6 тамшы шай ағашының майын қосыңыз. Бұдан алынған құраммен бетті майлап 15 минуттан кейін жуыңыз. Шаш түсуі кезінде шашты нығайту және оның түсуін тоқтатуға зәйтүн мен зере майының қоспасы көмектеседі. Ол үшін зәйтүн мен зере майының қоспасымен бас терісін сүртіп 20-30 минутқа қалдырып қою керек. Осындай рәсімді аптасына 3 рет жасау қажет. Ал әсерін жақсарту үшін қосымша зере қосылған шай ішу керек. Целлюлитке қарсы массаж жасау үшін. Целлюлиттен құтылу үшін проблемалық аудандарға зере майын жағыңыз. Содан кейін оны жақсылап ысқылап, қызарғаннан кейін белсенді түрде массаж жасаңыз. Оны шамамен 20 минут бойы жасау керек. Мұндай массажды 2 апта бойы күнделікті жасаған дұрыс. Қара зере майының зияны. Зере майының басқа да көптеген күшті дәрілік өсімдіктерден айырмашылығы, ол ағзаға елеулі зиян келтірмейді. Сондықтан оны қолдануда аса көп қарсы көрсеткіштер болмайды. Ең алдымен бұл өнімді жүкті әйелдер қолданбауы керек, себебі ол жатырдың кішіреюіне әкелуі мүмкін. Зере майы қысымды төмендетуге қабілетті болғандықтан, қан қысымы төмен адамдар оны бар сақтықпен қолдануы керек. Сонымен қатар, оны 3 жасқа толмаған балаларға беруге болмайды. Және әрине бұл өнімді жеке төзімсіздікке байланысты көтере алмайтын адамдарға қолдануға қатаң тыйым салынады. Ал қалғандары қара зере майын тек бақылаусыз қолданған кезде және ұсынылған дозадан көп қолданған жағдайда жағымсыз әсер көрсетуі мүмкін екенін ескеруі керек. Қара зере майын қалай сақтаймыз? Қара зеренің иісі қышқылтым келеді, ал дұрыс сақталмаған зеренің мұндай иісі жоғалып кетеді. Сондықтан оны дұрыс жерде сақтау маңызды. Оны үйде бөлме температурасында күн түспейтін жерде сақтаған жөн. Герметикалық ыдысқа салып қоюға да болады. Бұлай тұрған қара зере 2 жыл сақталады. Достар, бүгінгі пайдалы ақпаратым осымен тәмам. Алдағы жарық көретін пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін басып қойыңыз.